ете араласқан, және де әрбір тиынның қадірін білетін, уақыттың қадірін білетін, және де осы оқудың қадірін білетін адамды көріп отырмын. Өйткені Альбина, сен енді өзің қалада өскен қызсың ғой, көп мысалы сенің құрдастарыңда, менің құрдастарымда журфакта оқып жүрген кезде де мысалы журналист болам деп түскен 40% ғана болатын. Қалғандар жай қызық болып диплом қуып келген, түсу керек болды. Оған қарағанда мысалы қазір Дәурен мырза оқуға түссе, онда неге түскенін, не үшін түскенін, және сол оқудан соңғы минутына дейін білімді алып шығады. Менің ондай ойым бар. Оған күмәнім жоқ деген ғой. Мен де күмәнданбаймын, мен де келісемін ол жағынан. Бірақ әр нәрсенің, енді сіздер де мында айтасыздар ғой, уақытылы болу керек деп. Сол мен де уақытылы болғанын қалаймын. Және де ашық түрде мұнда біз көбісі қатысушылардың үміткер келген кезде айтады ғой, жүрегім дір етпеді, немесе тағы да көңілім қаламады дегеннен гөрі осылай ашық түрде себептерін айтқаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол келесі келетін үміткерде түсінеді. Мен басында шыны керек талабым жоқ деп айтқаннан, соның салдарынан мен ойлаймын, маған үлкен ер азамат келді деп ойлаймын. Соның салдарынан Шыңғыс мырза да тип қашып кіріп шыға салған кісі екен. Оны сыртта айтып жүр екен бәріне. Жай мен бара салғанмын деп. Мысалы, сондай болмас үшін мен енді бүгіннен бастап өзімнің талаптарымды ашық түрде айтуға бекіндім. Оның үстіне және себепші болған Дәурен мырзаның өзі.